Мемлекет басшысының еліміздің батыс өңіріне жасаған жұмыс сапары жалғасуда. Түстен кейін Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбе қаласына барды. Президент облыстық аурухананың жұмысымен танысып, мекеме ұжымымен әңгімелесті. Бауыржан Бақытбекұлының бейнематериалы. Ақтөбе облыстық ауруханасы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасының жемісі. Былтыр қолданысқа берілген. Аумағы 65 мың шаршы метрді алып жатыр. Қазір мекемеде 700-ден астам адам қызмет етеді. Үздік дегендері бүгін елбасымен кездесу мүмкіндігіне ие болды. Ең соңғы қондырғыларды бердік, мынандай ғимарат салдық. Енді мамандарға байланысты. Сіздер жұмыстарыңызды жақсы істеп, осы қондырғының барлық мүмкіншілігін пайдалансаңдар, халыққа жақсылық болады. Жаңағы өмірдің ұзақтығы 10 жылға көбейді деген ол өте үлкен жетістік. Аурухана ашылғалы аймақ жұрты сапалы еміз деп алысқа сабылмайды. Бір жылдың беделінде мұнда 10 мың науқастың дертіне дауа дарыды. Аз уақыттың ішінде аурухана мамандары буын және ағза ауыстыру операцияларын жасауды қолға алды. Әзірге бүйрек трансплантациясын меңгерді. Соңғы жасалған бүйрек ауыстыру операциясы осы 6 наурыз күні орындалды. 25 жастағы науқасқа 55 жастағы анасы бір бүйрегін беріп, оны біздің жергілікті дәрігерлер ота жасап, қазір бүгінгі таңда донор анасы үйіне шығарылды да, науқас ауруханадан шығарылуға әзірленіп жатыр. Аурухананың қондырғыларда заманауи, мәселен, барокамера деп аталатын құрылғының мынадай соңғы үлгісі Қазақстанда 2-ақ қалада бар. Астанада және осында. Аппарат адам ағзасына кең көлемде оттегі беру үшін арналған. Бұл әсіресе тынысы тарылып, яки демі жетпейтін, яки уланған науқастарға үлкен көмек. Оның үстіне кез келген қарапайым азаматтың қан айналымын жақсартып, ағзадағы клеткаларын қалыпқа келтіру үшін барокамераның тигізетін пайдасы ерекше. Аурухананың 60 орынға есептелген жеке босану бөлімшесі бар. Жабдықтары, жалпы мүмкіндігі перинаталдық орталықтардан бір мысқал кем емес. Күні бүгінге дейін мұнда 3000-ға жуық сәби дүниеге келді. Роддомның маған деген көмегі және маған көрсеткен қызметі өте жақсы ұнады. Врачтар істерінің шебері, маманы деп айтуға болады. Өте жақсы, ешқандай операция ештеңесіз өзім жеңіл түрде босандым. Көп рахмет. Аурухана дәрігерлерінің жоспары көп. Биылдан қалдырмай бауыр алмастыруды қолға алмақ ниетте. Меже ағымдағы жылы кемінде 2 науқасқа трансплантация жасау. Бауыржан Бақытбекұлы, Қанат Әбілдин, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Руслан Жәкеев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Ақтөбеден.